Қайырлы күн оқырмандар. Жас ұлан балалар мен жасөспірімдер орталығының апта жаңалықтары сіздермен бірге. Эфирде мен Төлеген Асылжан, алдымен аңдатпа. Ағымдағы жылдың 25 қыркүйек күні жас ұлан балалар мен жасөспірімдер орталығының тәрбиеленушілері арасында менің жетістігім, менің нәтижем тақырыбы аясында еңбек күніне орай жетістікке бағыттау атты сыныптан тыс тәрбие сағаты өткізілді. Мақсаты оқушыларды жетістікке, еңбекпен жетуге баулу. Қыркүйек күні облыстық дода дарынды және шығармашыл балалар лигасының аймақтық кезеңі өткізілді. Жайдарлы жастар қоғамдық қорының ұйымдастыруымен облыстық дода дарынды және шығармашыл балалар лигасы жобасының Қостанай облысы оңтүстік өңірі аудандары бойынша іріктеу ойындары өз мәресіне жетті. Сайысқа 5 мектеп командалары қатысты. Сайыс нәтижесі бойынша Мәулен Мақтаныштары командасы аймақтық кезеңде жүлделі 3-ші орынға иеленді. Көрермендер асығады, сыймай хоу Жайдарман. Үлкен кіші әр күн сайын қимай үздіктерді анықтайды. Жайдарманға қош келдіңіздер. Кеттік! Қызадыған күліп құшқа жайып қошақ ашады Жайдарман көңілді қандай арманға балдай жол ашқандай. Қане досым, тілегім бірге болсын, әзір әлем отамыз толсын. Шаттан самға жаз өмір Жайдарманда көңілді жол барлық адамға. Жас ұлан балалар мен жасөспірімдер орталығы халықаралық қарттар күніне орай «Қарттарым, асыл қазыналарым» атты кездесу кешін өткізді. Аталмыш іс-шараға орталықта қызмет еткен зейнеткерлер шақырылды. Кездесу кешінде қонақтармен сұхбат болып, арнайы сыйлықтар таратылып, соңы концерттік бағдарламамен жалғасты. Мейірім қайда, береке дейтін базарым қайда, иман мен дәстүр ғажабым қайда, әр қазақ менің жалғызым дейтін қазағым қайда, қазағым қайда. Жақсы адамдарым, бақыт өмірдің басқа адамдарын, тектілікпенен татулық дейтін берік болсын жалғас қамалдарың. Жақсы адамдарым, кем емессіңдер патшадан бәрің, өскен өмірде жасалсын ылғи жақсы амалдарың, жақсы адамдарың. Бағаламаймыз қолыңда бағы, жүрмеді көлмес жолында мәңгі. Біз байып бірден, бұзбайық мүлдем, адамдық заңды. Жақсылар сауық құратын бүгін, көгімде жайнап тұратын күнім. Жақсылығыммен жаудыртып жатыр жаратқанымның рахым нұрын. Жақсы адамдарым, бақыт өмірдің басқа адамдарын, тектілікпенен
28-29 қыркүйек күндері Қарттар күніне орай Жас ұлан ұйымының қалалық штаб оқушылары және Достық педагогикалық отряды қарт отбасы мен жалғызбасты қарияны құттықтап, өз қол көмектерін беріп қайтты. Бұл бір жағынан оларды еңбекке баулу, екінші жағынан үлкендерді құрметтеуге, қамқор болуға тәрбиелеу болды. Жылдың 29 қыркүйегінде Жас ұлан балалар мен жасөспірімдер орталығында еңбек күнін қорытындылау және халықаралық мұғалімдер күніне орай адам және еңбек атты марапаттау кеші өтті. Іс-шарада орталығымыздың педагогтері мен адал қызметкерлеріне ақшалай сыйлық таратылды. Марапаттаудан кейін ұжымдастар құрметіне концерттік бағдарлама да өткізілді. Қарттарым асыл қазынам атты қалалық іс-шараға Жас ұлан балалар мен жасөспірімдер орталығының Тұмар би үйірмесінің қатысушылары мұра биімен өз өнерлерін көрсетіп, концертке атсалысты. Бүгінге бізде апта жаңалықтарымыз осындай. Келесі эфирде кездескенше.